денедегі отекту кетіруден, беттің отектарын кетіруден ең оңай способы деп осыны видеодан көріп қалдым да, бір ғалымдардың, бұл корейский ғалымдардың. Сөйтсек, бұл корейцтер таңертең беттерінде отек тұрмау үшін, енді мен жақында ғана көрдім, соң құлағына былай етіп қояды екен. Құлақтарына былай етіп қояды. Мен былай етемдер, осы кешетті мен. Отек азда болды. Причинасы неде? Өйткені мына жерде бізде лимфоток бар ғой, лимфа бізде канализация осы жерден басталады. Мынадан басталады да былай организмге жайылады. Сол кезде бізге лимфаға забиваться етпеу үшін, мысалы отек маяна забиваться етпеу үшін құлаққа сигнал береді, постоянно напряжение тұрады. Осылай істеп көрсеңдер болады. Енді жатқан кезде мысалы қатты ысып керек емес, мысалы бос болу керек те, бос чуть-чуть қана мысалы сигнал. Құлаққа сигнал. И все. Беттерінде отек кетеді дейді, енді менікі чуть бүгін нормальный вроде. Кей кездерде отек қатты болып кетеді. Соған қолдансаңдар болады.